Сәлем достар, сіздермен Ақбота. Бүгін сіздермен чайны стол жасайтын боламыз. 2 сағатта торт және универсальный тестодан бірнеше пирожный және пирог дайындайтын боламыз, және капкейки дайындайтын боламыз. Видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен шоколадный капкейк дайындайтын боламыз. Жұмыртқаға қантты 2 этапта қоса отырып, ағарғанша араластырып, оған жылы жұмсақ сары майымызды салып, сүтімізді құйып, араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттері какао, қопыстқыш және ұн. Олардың барлығын бір-біріне қосып араластырып, және миксермен бірыңғай етіп араластырып алатын боламыз. Осы уақытта біз пешімізді қосуды ұмытпаймыз. 180 градусқа режим асты және үстін қосып қоятын боламыз. Дайын болған қамырымызды кондитерский мешокқа саламыз. Аузын ұшын қайшымен кесіп, мен капкейктарды бумажный қағаздарда пісіретін боламын. Соны менде 18 штук мұнда рассчитан. Барлығын осылай жартылай етіп толтырып шығатын боламыз. Өзі мраморный болып, әдемі болып біздің капкейктарымыз көтерілетін болады. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Піскен-піспеген ағаш таяқшамен тексерсеңіздер болады. Құрғақ болып шықса, значит пісті деген сөз. Оған дейін суытуға қойып қоямыз. Кипятокқа қантымызды және кофемізді растворимый салып, суығанша дайындап қоямыз. Бізде мұнда крем дайындап алатын боламыз. Бізде бұл крем капкейкқа және тирамису тортына керек болады. 1 литр 33-35% сливкемізге қантты қоса отырып, осылай араластырып аламыз, және творожный сырымызды бөлек ыдыста осылай бір-біріне араластырып аламыз. Сонда сливкидің клейгейді араластырған кезде ішінде іртік-іртік болып жүрмейтін болады еш нәрсе. Осылай творожный сырымызды осылай саламыз, сөйтіп жақсылап бірыңғай етіп араластырып алатын боламыз. Сливкиді араластырғанда байқау керек, егерде көп араластырып жіберсеңіздер, онда ол май болып жарамай қалады. Өзінің формасын осылай жақсы ұстап тұрған, значит сіздің креміңіз дайын болды деген сөз. Біз суыған капкейктарымызды жинайтын боламыз. Кондитерлік мешокта насадка номері 333. Қалауларыңызша капкейктарды жеміс-жидектермен сәндесеңіздер болады, болмаса посыпкамен. Менде сердечки посыпкалар болатын, мен сонымен сәндейтін боламын. Сәндемесеңіздер де болады, ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Сіздерде 1 стол болса, жарты порциясын ғана жасасаңыздар болады. Менде 2 дөңгелек стол, сол үшін менде 18 капкейкі жасадым. Міне, осындай біздің капкейктарымыз әп-әдемі болып, дайын болды. Енді біз универсальный песочное тесто жасаймыз. Осы тестодан біз банановый пирожныйлар, яблочный пирог және кокосовый печенье пісіретін боламыз. Бір қамырдан. Он разрыхитель, оған маргаринімізді мұздай үккіштен өткізіп, араластырып аламыз. Одан соң қаймағымызды, жұмыртқамызды салып, қамырымызды бір келкі етіп, жақсылап илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырдың бетін пищевой пленкамен, болмаса полотенцемен жауып, қойып қоятын боламыз. Ал оған дейін біз ортасына салатын начинкаларымызды дайындайтын боламыз. Міне біздің қамырымыз осылай жұмсақ болып, дайын болып шықты. Енді біз жемістерімізді дайындап аламыз. Алма. Менде үлкен 2 алма. Өздеріңіз қалай ұнайды, солай турасаңыздар болады. Мен осылай турап шықтым. Полукольт және ортасынан тағы да 1 рет бөлдім.
Біз дайын болған алмамызға қант саламыз және арахистің хлопьяларын салып, араластырып дайындайтын боламыз. Және бізде 4 банан, банановый пирожныйға тоже банандарымызды ашып дайындап қоятын боламыз. Қамырымыздан осылай 4 бөлік алып аламыз. Оны дөңгелетіп, жақсылап жайып аламыз. Дайын болған қамырларымызды мен вилкамен тесіп шығуға ұмытып кетіппін. Жайып аламыз. Одан соң ортасына бананды салып, артық жерлерін алып тастап, шеттерін защипывать етіп, банан формасында етіп, біз форма жасап шығатын боламыз. Примерно толщинасы 1 сантиметр. Осы кезде біз вилкамен тесіп шығуымыз керек. Дайын болған банандарымыздың формасын барлық 4-еуінде осылай етіп шығамыз. Қамырымызды дөңгелетіп жайып аламыз. Ортасына бананды қойып, қамырдың артық жерлерін алып тастаймыз. Шеттерін защипывать етіп, бананның формасын жасап, вилкамен тесіп шығамыз. Одан соң мен бір желтоққа примерно 2 столовый қасық сүт құйып, вилкамен араластырып, осылай барлығын жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Духовкаға байланысты піседі. Енді сырты қызарып әдемі болып тұрса, значит сіздің банановый пирожныйларыңыз пісті деген сөз. Өте нәзік, жұмсақ, әдемі болып шығады, ерекше болып дәмі. Енді қалған қамырымызды біз 2-ге бөлеміз. Үлкен бөлігін біз пирог жасайтын боламыз, яблочный. Өстіп дөңгелетіп тоже жайып аламыз. Бұл уақытта біздің банановый пирожный пісіп жатқанда уже дайындай береміз. Дөңгелетіп жайып, оны вилкамен тесіп, яблочный начинкамызды салманы үстіне салып, шет-шеттерін осылай защипывать етіп, желтокпен сүт қосылған смесімізді осылай үстінен жағып шығамыз щеткамен. Оны да үстіне арахис сүйіп шықтым. Листья арахиса, хлопья арахиса сепесеңіздер де болады. Міне біздің яблочный пирогымыз дайын болды. Осы уақытта біз қалған тестаны 3-ші бөлігін осылай сопақша етіп алып, оны оқтаумен ұзыншақ етіп жайып шығамыз. Кокосовый стружка керек болады. Болмаса сіздерде ондай болмаса, не бар? Соның ортасына мейіз, сухофрукт, орешки какие-то, өздеріңізде не бар? Соның ортасына осылай жағып шықсаңыздар болады, сеуіп. Одан соң шетін защипывать етіп, рулет сияқты осылай ұзыншақ қылып, шеттерін защипывать етіп, сәл-сәл түйіңкіреп шығамыз. Пергаментінің қағазға ортасынан 2-ге бөліп қойып аламыз. Бізге сонда ортасындағы начинкасы шашылып, мазамыз кетпейді. Осылай пергаментінің қағазын үстіне көшіріп аламыз. Сөйтіп, өздеріңіздің қалауларыңызша осылай печеньенің көлемі сияқты қылып, мен печенье сияқты қылып осылай печеньенің формасында осылай кесіп алатын боламын. Басқаша қылып өздеріңізге ұнайтындай қылып кессеңіздер де болады. Бетіне тоже кокосовый стружкалар септім. 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Сарғайғаннан кейін печеньеміз пісті деген сөз. Духовкаңызға байланысты болады. Енді біз торт дайындайтын боламыз, тирамису торты. Алдында дайындап қойған сиропымыз кофеден. Астыңғы бөлігін ғана осылай кофеге матырып шығамыз. Мұнда
диаметрді мен өлшеп алмаппын. Примерно 20-20 ғой деймін. Кажется 20-20. Жаңағы кремді біз капкейкқа пайдаландық, қалғанына осылай торт жинайтын боламыз. Банан қойып шығамыз. Үстіне қалған печеньелерді қойып, оның үстіне қалған кремімізді жағып шығатын боламыз. Барлық печеньелердің қалған үстіне осылай қойып шықсаңыздар болады. Үстіне қалған кремді жағып, біркелкі етіп тегіс етіп шығамыз. Осылай пышақпен жан-жағынан босатып алып, қалған кремді шет-шетіне жағып шығамыз. Және біз примерно жететін кішкене печенье алып қалғам. Мұнда осы үлкен тортқа бір пачка печенье пайдаландым. Савоярди печеньесінің бір пачкасын пайдаландым. Осылай жан-жағына қойып шығамыз. Одан соң какао порошокпен үстінен сәндейтін боламыз. Жеміс-жидекпен, клубникамен, малинамен. Сіздерде не бар, сонымен сәндеп шықсаңыздар болады. Осылай мен какаомен сүйіп шықтым. Одан соң менде бар ленточкамен байлайтын боламыз. Одан соң менде үйде не бар, сонымен мен бетін тортта әсемдеп шығатын боламын. С днем рождения деген надпись. Бізде примерно 2 сағатта осылай чайный сладкий стол жасап шығардық. Тирамису торт және универсальный песочное тестадан кокосовое печенье, банановое пирожное, яблочный пирог және шоколадный капкейки жасап шығардық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса астына комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.